Ассалаумағалейкум қазақ елі, отандастар, жерлестер, туыстар, бауырлар. Мен Маржан қыздарыңыз, әдеттегідей Америкадан алдарыңызға шығып тұрмын. Шыға салысымен тағы да лайк жөнінде естеріңізге сала кетейін, әрі менің арнама тіркеліп, осы бейне жазбаларды тарқата отырсаңыздар деймін. Ал тақырыпқа келетін болсақ, тақырып ол жаңағы сіздерден маған келіп жатырған көп жаңағы жазбаларыңыз, сұрауларыңыз. Осы YouTube арнасына шыға бастағанынан бастап Америка атын естігендер көпшілігі осы қалай барамыз, не барамыз деп сұрақтары көп болған. Ол жөнінде бастапқы кезде қысқаша айтып өткенмін, бірақ ол жағынан оншамыншы жаңағы менің беретін ақпаратым, кеңесім бәрі жаңағы заңды жүзінде болатын жөнінде. Ал бірақ мынау заңсыз өтетін жолдарды сұрап келіп жатқан сұрақтар өте көп. Мен ол жағынан жаңағы сол кездерде де кейбір кісілердің өзіне жаңағы жекеше де жазғанмын, қазір енді жекеше әрқайсыңызға жазып отыра алмаймын, сол үшін осы жерде айтып өтейін. Мына Мексика жөнінде сұрап жатырсыздар. Көпшіліктеріңіздің сұрақтарыңыз сол Мексика арқылы. Мексикадан өтетіндер жаңағы заңсыз жолмен өткендер көпшілік, баршылық, оны естуімде бар. Ол жаңа нелегальный, ондай ненің бәрін. Енді жолы болғандар сол кезде жаңағы келіп соны алғандар да болды. Ал бұны қазір енді мынау США, мынау Америка жағы бұл жағынан қазір тыйым салып жатыр. Оны жаңағы границаны ашыпты деп жатыр, шекара ашылыпты, қазір еркін енді жоқ, ол өтірік қауесеттер, маған жазып жатқандарыңыз, ол ондай қауесетке сенбеңіздер. Оған ол ешқашанда бармайды, ондай неге, бәрі заңды жүзінде. Қазіргі енді мынау тәптіштеп қараған жоқпын, ақтарған жоқпын, бір ғана шолып өткенімде бір көзіме түскен мәлімет, ол мына кешегі 17 қаңтардан бастап күшіне енетін CBP1 деген жаңағы программа, бағдарлама, сол бойынша өтуге мүмкіншілік бар. Бұл тап мына Мексика арқылы. Бұл приложениені сіздер жаңағы өздеріңіздің мынау құралдарыңызға жүктеп алып, соны мынау Мексика жерінде, Мексика арқылы келеміз дегендер, қазір міне жаңағы о жерде бұрын көлікпен өтіп атқан болсаңыздар, басқаша да сол шекараға келе салып, жаңағы саяси баспана сұрап жүргендер болса, қазір оның бәріне тыйым салынып, енді бәрін оны жаңағы мынау коррупция демекші, содан жаңағы сақтау үшін қазір осы мына бағдарламаны, осы программаны енгізіп жатыр. Осы қаңтардың 17-сінен бастап күшіне енеді делінген. Оны пайдалану үшін сіздер міндетті түрде бірақ Мексикада болу керексіздер. Мексиканың аймағында, шекараға жақын жерде, сол жерге келіп, орналасып, жаңағы сол бағдарламаны жүктеп алып, сол бағдарламада сол жерде толтырасыздар. Басқа жерде, Қазақстанда отырып алып, Ресейде отырып алып, оны жасауға мүмкіншілік жоқ делінген. Ол жаңағы территориальный, аймақтық қорғалынатын бағдарлама, оны тек қана сол Мексиканың шекарасында, Америка мен Мексиканың шекарасында келіп сол жерде толтырасыздар. Бұл жаңағы сіздердің анықтамаларыңыз, анкеталарыңыз сол программа арқылы толтырып жібересіздер жаңағы мынау кеденге, мынау ақштың кеденіне. Сол жердегі офицерлер тексереді, ол 2 апта уақыт алады. Енді жоспар бойынша солай болынған. 2 аптаның көлемінде сіздің жаңағы анықтамаңыз қаралып, соған сізге жауап келеді. Жауап келгенде сізді шақырады интервьюға, кездесуге, сұхбатқа жаңағы офицер. Сол жаңағы сізге беріле ма саяси баспана, берілмей ма? Бұл жаңағы жалпылама халыққа жасалынған емес, бұл нақты мынау саяси баспана іздегендерге
бұл бағдарлама менің түсінгенім бойынша әлде де мынау нені интернетте шарлап көріңіздер, танысып көріңіздер, іздеп көріңіздер. Ал бірақ менің жаңағы айтарым, мынау шекараны ашыпты ғой, Мексика арқылы өтіп жатыр екен ғой, емін еркін, оның бәрі өтірік қауесет. Емін еркін өтіп жатқан мен кісілерді өз басым көрген жоқпын. Заңсыз түрде келгендерді осыған дейін көргенбіз былтыр. Биылдыққа мен әлі оны естіген де жоқпын, әлі кездестірген де жоқпын. Маған хабарласқан да жоқ ондай кісілер. Ал бұған дейін болған. Ал мына шекараны ашыпты деген ол жаңағы заңдастырғаны жөнінде бұл айтылып жатырған шығар. Мүмкін сіздер қате түсінген шығарсыздар. Шекараны ашты дегені қазір мынау әркімге Мексикаға келіп, әркімге жем болмас үшін міне қарапайым халыққа саяси баспана іздеп келгендерге міне Американың жасап жатырған осындай жеңілдіктері. Оны бірақ жасау үшін сіз Мексиканың территориясында болу керексіз. Мексиканың аймағында сол границаға жақын жерде, шекарада жақын жерде болып, сол бағдарламаны телефоныңызға, компьютеріңізға жүктеп, сол жерде бүкіл жаңағы сіздің өзіңіздің данныйларыңызды өз толтырасыз, ат жөніңізді, туғаныңызды бәрін. Ал сізде өзіңізде жаңағы дәлеліңізде қасыңызда болғаны дұрыс. Сіз жаңағы нақты саяси қуғынға ұшырағаныңыз, сол саяси баспана сұрап отырғаныңызды дәлелдейтін құжаттарыңызда болғаны абзал. Егер де жолыңыз болып жаңағы офицер, рас сіз сондай екенсіз деп сізді кіргізсе, мынау Американың жерін басқан күннен бастап сізден жаңағы сіз өтінішті бере аласыз. Мынау жұмыс істеуге рұқсат қағазын, ақ паспорт дейді, жаңағы ол грин картаға дейінгі берілетін social security number дейді, жаңағы біздің INN сияқты. Солған кіріп, міне аяғыңызды Америкаға бастыңыз ба, сол күні бере аласыз. Сол күні бергеннен кейін ол тезірек келеді дейді, сөйтіп сіз тезірек жұмыс істеуді бастайды екенсіз. Менің білетін ақпаратым осы бүгінгі дейін. Ал бірақ жаңағыдай ашып тастапты, айқара бәрі кіре береді екен деген ол өтірік әңгіме. Ал егер заңсыз өтем деп жасайтын болсаңыз, мынау қаңтардың 17-сінен былай қарай, ол кезде сіз келешекте мынау Америкаға жерін басам деген үмітіңізді үссеңіз болады. Егер бір сондай ағаттық жасайтын болсаңыз, осы заң шыққаннан кейін, бұл заң шықты, енді осындай іске баратын болсаңыз, келешекте сіз кіре алмайсыз дейді. Енді басқа бір жолдары бар шығар, білмедім, бірақ енді осы менің білетін ақпаратым. Ал жаңағы осы бағдарламамен кіріп Американың жерін басып жатсаңыз, ол кезде жаңағы жұмыс істеуге тезірек қағаз ала алатыныңыз мүмкіншілік осы бағдарламада. Ал басқа бағдарламалар бойынша жаңағы келіп жатқандар, олар 90 күн күтеді. Ол жұмысқа рұқсат қағазына өтініш берудің өзіне 90 күн күтеді. Міне өтіп күтіп жатқан кісілер жылдап бар. Ал мына бағдарламаны пайдаланған кісілердің артықшылығы, мынау саяси босқындықты сұрап келгендердің артықшылығы, бұлар жаңағы офицер бұны кіргізіп, сіз лайықтысыз, сіз шын мәнінде саяси қуғынға ұшыраған екенсіз, келе қойыңыз деп кіргізіп жатса, міне Американың жерін басқан күннен бастап сіз өтініш бере аласыз жаңағы жұмыс істеуге. CNN дейді, social security number, біздіңше INN сияқты. Міне соған өтінішті бірінші аяғыңызды басқан күннен бастап бересіз. Ол үлкен жеңілдік жасалып отырған. Осыны айтқым келді. Абай болыңыздар, әркімге жем боп қалмаңыздар. Ол Мексикаға арқылы өтіп жаңағы саяси баспана сұрайым деп Мексика арқылы келгілеріңіз келіп жатса, міне осы CBP1 деген нені жүктеп аласыз, приложениені, сол арқылы ғана. Қалған мынау адвокаттарға, басқаларға да ұрынып, жем боп қалмаңыздар. Сәттілік тілеймін. Ал қазақ еліне айтарым, бірігейік, бір болайық, бірігіп ортамызды кеңітейік.
сөйтіп мынау ОДКБ-дан шығатынымызды, Евразия одағынан шығатынымызды, және де мынау Ресейдің Украинаға ашқан соғысына қарсы екенімізді бәр жерде білдіріп отырайық, бәр жерде айта жүрейік. Сол халқым аман болайық, бірігіп, мынау X күнін жақындатып, билікті өз қолымызға алып, бейбіт те демократиялы өмірімізге бет бұрайық. Алға қазақ елі!